Амал жаса дедіңіз ғой, сол тура айтып кетсеңіз. Енді амал деген қыздар рекрут, мысалға, өте больной, актуальный тема. Информация аласыз, мысалға, мынандай дәптерді аласыз, ішін ашасыз, оған бүткіл список знакомықтарыңызды жазасыз. Міне уже амал. Барлығына бірінші Назерке ма? Назерке жазасыз, фамилиясын, қайдан танысын, сотрудник или жаңағы бірге жұмыс істедік, базарда таныстық, көшеде таныстық, пойызда таныстық, қасына и результат. Звондайсыз, Назерке, мен көптен хабарласпап едік, осылай, қалай. Егер сіз бір 5-6 жылдап хабарласпаған болсаңыз, міндетті түрде бірден жаңағы бизнесті предлагать етпеңіз. Лояльный отношение құрып алуыңыз. Звондайсыз. Сосын уже сториске өзіңіздің заказыңызды, жаңа нелеріңізді сториске сала бастайсыз WhatsApp-қа. Ол сіздің неңізді, сен немен айналысасың? Сен білмейсің ба, мен осындай бизнес бастадым, Все, уже ары қарай мен қазір бір 5 минут, 10 минуттан кейін сенің жекеңе шығып жауап беремін. Все, оған жаңағы нені түсіндіре бастайсыз. Осының барлығы амал, рекрут жайында. Ал егерде енді жүрегіңізде жаңағы сұрақ болса, бір жаңағы түсініспестік, керек па, кемес па десе, мен жаңа айттым, истихар оқыңыз деп. Менде 26 секунд қалыпты, бірақ қыздар көбісінің сұрақтарына жауап беріп үлгере алмадым. Егерде шығыңдар десеңіздер, мен қайтадан шығып, сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін, қыздар. Қозғап алып, қазір мен бүлдіріп алам ба деп қорқып отырмын. Тез бітіп қалған сияқты, сымқылдап отырғанда. Нұргүл ханым, модель наша, красавица. Қайырлы кеш, қыздар. Жаңа тез өтіп кетті. Сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп үлгере алмай қалдым. Тез сұрақтарыңызға жауап берейін. Бір 15 минуттай уақыт бөлейін. Сосын аяқтаймыз, қыздар. А то деген күштімін, Нұргүл ханым. Өзіңіз қалайсыз? Сіздерді көріп кәдімгі жүрегім жазылып қалды ғой. Давайте тез сұрақтарыңызды. Сақтадым, алдыңғы прямой эфирді сақтадым. Келесіде жолдасым қасымда болған кезде міндетті түрде прямой эфирді екеуміз бірге жүргіземіз. Бірақ мен сіздерді ескертіп қояйын, ол кезде мен сөйлемеймін. Менің жолдасым барлығын түсіндіріп, сіздерге барлығын айтып береді. Ол кісі вообще күшті түсіндіреді. Мой возраст, мне 35. Рахмет. Тәп-тәтті болып отырсыз. Омега-3 3 жастан бастап деп жазылып тұр ғой, 2 жас балаға берсем бола ма? Осы туралы біз видео жібердік. Ол жаңағы Қазақстан рыногына міндетті түрде кіруге жаңағы возраст жазылу керек. Ал 2 айлық балаға берген кезде омега-3-ді ішіп, жаңағы өліп қалған ешкім жоқ. Намаз деген керемет қой, қыздар, орамал тақпай намаз оқитындарға не дейсіз? Қыздар, мен намазға келген кезде бірден орамал тартып кеткенім жоқ. Аллах тағала ол өзі жайлап дайындайды. Бірден жамылып алып, қайта шешініп сағаннан Аллах сақтасын.
жолдасыңыз толық біле ма? Менің күйеуім де қызығады. Я барлық ол маркетинг план, рекрут барлығын күшті біледі ол кісі. Маған тыңдап қарап отырады да, деген мына жерің дұрыс емес деп даже замечание айтады. Коктейльді кішкентай балаларға беруге бола ма? Әрине болады. Иммунитетті күшейтеді. Ол коктейль деген біздің вообще супер ғой. Сосын жайлап орамал таға бастайды. Мен де бірден тағып кеткен жоқпын. Орамалымен бірінші бұлай болды, сосын бұлай болды, одан кейін бұлай болды, сосын жайлап жабыла бастады. Сабырға далаға шығып кетем, я болмаса душқа түсем, мұздай суға жуынам, жаңағы дұғаларды көп оқимын. Көбінесе жаңағы ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Ол барлығы шайтаннан екенін білем. Әйел адамбыз, тем более әлсізбіз, жылауықпыз, тез сезімге берілгішпіз, жасыратын еш нәрсесі жоқ. Жаңағы эмоцияға беріліп кетеміз. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Ондай уақытта в основном мен жолдасыммен көбінесе бөлісем, жолдасым маған сабыр сақта деп айтады. 16 каталогта 2 адамды 100 балдан жоғары салдырдым. Өзім 22% болдым, бірақ маған 3000 ғана доход бопты. Неге түсіндіресіз бе? 3000 доход ол сіздің өзіңіздің жеке 150 балыңызға түсті. Егер сіздің астыңыздағы 150 қыз 22% болмаса, отрывпен шықсаңыз, мой бизнес, как раз осы сұрақты бүгін мен жазбаған, мой бизнес, өзіңіздің личный кабинетіңізге кіріп, мой бизнес, управление структурами, информационный листок деген бар. Сол жерден отчет по персональным группам за 17 каталог деп басасыз да, сосын жаңа өзіңіздің осы компанияға тіркелген кездегі почтаңызға отчет жіберіледі. Сол отчеттан өзіңіздің персональный группаңызды қарап, астында қанша сома сізге түскенін сол жерден көріп отырасыз. 80 мың түсті ма, 90 мың түсті ма? Кальций пайдасын айтыңызшы. Кальцийның пайдасы өте күшті, қыздар. Мен өз басым кальцийді онша көп жақсы көрмеймін, енді маған почему-то кальций әлде көп па, менде кальций білмеймін. Бұлай өзім арасында жүргенде жеймін кальцийді. Есіме түскен кезде. Бірақ пеппен нені жаңа коктейлді мен вообще үзбеймін. Постоянно ішемін. Нені кальцийдің өзімнің жаңа әкем жақында қарны өте қатты ауыратын. Мезим, постоянно мезим форта ішіп жүре береді. А мен білем, что кальцийді после еды, әбден кешкілік уақытта бір кальций сорып отырсаңыз, міндетті түрде пищеварениеңіздің жақсарғанын көресіз. Істеп көріңіз. Өзіңіз байқайсыз, қарнының керілгені, жаңа сыздап майлы тамақтан кейін ауырғаны, сондайлар бір басылатын сияқты. Қиындық тап ете қалғанда, қандай қиындық? Қатып қалды дейді. Гүлбану ханым, көп рахмет, қыздарым, біраз сұраққа жауап болды. Нұргүл ханым, алхамдулиллах, сізге көмегім тисе, Аллах тағала сізге үлкен жетістіктерді нәсіп етсін. Гүлбану Хадиджа, Инстаграм. Информационный лист соткамен көре аламыз ба? ВПС деген программа кальцийді жейді ма, әлде сумен ішеді ма? Жейді. Сорып, шайнап жеп қойасыз. Екінші ветка ашу міндетті ма? Әрине, екінші ветка ол сіздің доходыңыз. Үшінші ветка, екінші ветка ол сіздің доходыңыз. Ал бірінші ветка ол сіздің фундаментіңіз. Енді бір 7-8 минуттай бар, 15 минут деп айттым. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Я вам хочу одну историю рассказать, если вы готовы, конечно, услышать. Вот біз деген өмірде деген қатты ақшаны қалаймыз, осы жерге ақшаның жоқтығынан понуждей келдік қой бәрімізді, бірақ деген көп адамдар деген самый важный нәрселерді бұл өмірде ұмытып кетеді. Важный нәрселер өте көп. Рахмет сізге мазалаған сұрақ. Жоқ, Гүлден, ешқандай мазалаған жоқсыз. Алхамдулиллах, наоборот, мен сөйтіп сұраған қыздарды жақсы көремін.
Однажды одна бедная женщина проходила мимо трактира, магазин, ой, осындай магазиннің қасынан өтіп бара жатырған кезде өзі жаңағы өзіне керекті заттарды көреді ішіне кірген кезде. Но прежде чем как войти в этот трактир, ей напомнят, что можно взять и войти, можно взять все. Но при этом нельзя забывать очень важную вещь, дейді. И когда вот эта женщина в этот трактир зашла, и она начала быстро, спонтанно, когда она увидела сундук, золото, вот этой драгоценности, барлығын көрген кезде баласын, қолындағы баласын алады да жерге қояды да өзінің сумкасын толтыра бастайды ғой. Бүткіл көзіне көрген драгоценностьтардың барлығын сала бастайды. Өйткені қатты кедей ғой енді. Сала бастайды сол уақытта. У вас осталось 9 минут, дейді. Сол уақытта тез ана сумкасын, но не забудьте самое главное, дейді. Сол уақытта ана сумкасын алады да тез сумкасын толтырып, не забудьте самое главное, когда двери захлопнутся, вы не сможете обратно вернуться в этот трактир, дейді. Сол уақытта ана есіктен тез шығып кетудің амалын жасап, сумкалерін алады да далаға шықса, баласы ішінде қалып қойған. Представляете, ана трактирдің ішінде баласы қалып қойған. Біз деген дүнияның артына жүгіреміз деп, қыздар, отношения, любовь к матери, любовь к отцу, к братьям своим, к мужу, соның барлығын ұмытпаңыздар. Бұл бизнесті жасаған кезде өте әдемі жасаңыздар. Я баланы тастап кетеді. Представляете? Көп нәрсені біз жаңағы погоне за деньгами болып, свое счастье не забывайте. Сізден үйренерім көп екен, өте түсінікті етіп айтып жатсыз. Сұрақтарыма жауап алғандаймын. Аллах тағала сізбен кездесуге нәсіп етсін. Иншалла, амин. Иншалла кездесеміз. Банкет директоров бар, аудиторлар бар. Сол уақытта кездесеміз. Представляете, вот когда я эту историю прочитала, я просто остановилась и поняла, есть такие вещи, которые невозможно вернуть. Кеше Ғайса ханым да жазып жатыр да, менде бар зат сіздерде болмауы мүмкін, дейді. Бірақ та, дейді, сіздерде менде жоқ нәрсе бар, дейді да. Соны ұмытпаңыздар. Әке-шешелеріңіз бар ма, соны құрметтеңіздер. Бауырларыңыз бар ма, соны құрметтеңіздер. Менің сұрағым жоғарыда, дейді. Қандай сұрақ? Үлкенге жүрек ауырса не ішсе болады? Омега-3 беріңіз. Омега-3, қыздар, это фундамент для организма. Если у вас сахарный диабет, если у вас слишком много жирных кислот, если у вас лишний вес, омега-3, он очень сильно помогает. Омега-3 деген ол балық. Біз күніне 5 килограмм балық жемейміз. Сол 5 килограмм балықты осы омега-3 мен басуға болады. 5 литр сүт ішпейміз. 20 килограмм алма жемейміз, чтобы набрать железо, да? А это все у нас есть в мультивитаминах. Кеудем сырылдайды, не ішсем болады. Коктейль ішіңіз. Мен мына Алматыға барған кезде бізде жаңағы не болды? Банкет директоров болды ғой, сонда дополнительно бізде семинар по wellness'у было. Сонда бір лидердің айтқаны, өзінің жолдасы тоже осылай не істеген екен, жүрегі қатты сырылдап, ожирение до такой степени жаңағы больницаға түскен. Сол уақытта ол деген коктейльмен wellness pack для мужчин өте прям қарқынды ішкен. Енді күніне бір суткасына бір ғана несі ғой, пакетигімен жаңағы коктейльді 2 мезгіл таңертең, түстен кейін ішуге болады. Солай ішкен. Біздің коктейльде 3 белок бар, которые нету ни в одном БАДе, клетчатка. Поэтому пейте коктейли. Можно вашу страничку в инста. Гульбану Хадиджа.
Сара ханым, өте қуаныштымын. Көңіліңіз бірыңғайланса. Инста парақшаңыз. Гүлбану Хадиджа. Қыздар, менің командамдағы қыздар болса, осы жерге менің жаңағы инста парақшамды жазыңыздаршы. Мен қазір жазамын деп білдіріп аламын. Сіз таргет жасайсыз ба, иә? Мен бірақ таргетті осы жақында бастадық. Қарқынды жұмыс жасауды, ал оған дейін мен прям күшті керемет таргетпен жұмыс жасадым деп айта алмаймын, қыздар. 18% қыздар 3-ке рекрут әкелсін, бонус алады ма? Ғайса ханым айтқан. Енді 18%-ке деген сіз командамен жасайсыз ғой, 3-ке рекрутты постоянно жасап отырсаңыз, сіз барлық жаңағы нелеріңізді, подаркілеріңізді ала аласыз. Адамды қалай шақыруға болады? Информация. Айтасыз, мен осылай Oriflame компаниясына келдім, осында жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі система деген бізде деген өте оңай, жеңіл, барлығы деген Instagram, жаңағы WhatsApp арқылы жұмыс жасаймыз. Ешқайда жүгірмейміз, жүріп жаңағы товар предлагать етіп сатып жүрмейміз. Бірге команда құрамыз деп барлығын түсіндірсеңіз, любой адам жақсы нақты информация берсеңіз келеді. Таргеттен адам келе ме, мысал келтірсеңіз? Келеді. Менде таргеттен адамдар өте көп келеді. Таргеттен кейін қалай адам шақырдыңыз? Қалай таргеттен кейін? Міне, Индира жазды, Гүлбану Хадиджа деп. Таргетке дейін қалай адам шақырдыңыз? Өзімнің теплый кругыма не істедім. Автобуста кетіп баратым ба, оларға да айтамын. Сіздің үстіңіздегі иісіңіз күшті екен десе, Oriflame деп айтамын. Магазинге барам ба, мен Oriflame компаниясына осылай жасап жатырмын. Егер де тыңдағыңыз келсе, информацияны мен сізге толық ақпарат берейін, WhatsApp-ыңызды беріңіз деп. Өте сүйкімді қылып түсіндірсеңіз, қыздар, любой адам жазылады. Жүкті кезде коктейль ішуге болады. Бәрі де болады, тек қана жаңағы внутрикомплекс для волос и ногтей дегенді ішуге болмайды. Таргет деген не? Реклама ғой, таргет деген. Реклама береміз. Новичоктарға керек нәрсе емес. Өйткені сіз пока отработка жасамасаңыз, қыздар, таргеттен келген адамдардың отказына сынып қаласыз да, өй деп, Oriflame жаман деп шыға келесіздер. Ондай болмау үшін міндетті түрде өзіңіздің теплый кругтарыңыздан отказ естіп, жоқ дегенді кәдімгідей таңбаға маңдайыңызға басып бергендей қылып естіп, не мое деген сөздің барлығын есту керексіздер. Бәрі келіп кетпейді. Олар неге сенікі не мое деп айтасың деп барлығын нақты түсіндіріңіз. Қандай әтірмен қолданасыз? Менде қыздар барлығын пайдаланам. Позыс менің любимыйым, Люсия ең любимый парфюмым менің. Сосын жаңа Divine-ды жақсы көремін, Зван дегенді пайдаланамын. Жақында кешегі каталогта 50% скидкамен магнетистаны тапсырыс еттім. Өйткені қыздардың бәрі мақтайды. Енді көрейік оны да деп. Гүлбану Хадиджа, Гүлбану ханымның парақшасы. Міне, Жазира менің командамдағы жазып берді. Рахмет, Жазира ханым. Я солай негативтен сынып кете жаздаймыз. Мен сіздерге бір мысал айтайын. Осы негатив жайында көбісі айтады, сынып кеттім, үйтіп кеттім, бүйтіп кеттім, ойбай, анау маған видео айтты, мынау не мое деп айтты деп. Көбісі айтады соны. Духыңыздың спирт жоқ па, намаз оқитындар болмайды. О, Господи. Қатты берілген. Спирт жоқ ешқандай. Таң намазына жарты сағат қалғанда оқуға бола ма, күнә емес пе? Неге намазды деген уақытында оқу керек? Я заказ жинаймын, әлі күнге шейін жинаймын заказды. Менің заказ беретін адамдарым в основном КТЖ. Коктейльді сумен әлде сүтпен іше ме? Сумен ішсеңіз арықтайсыз, сүтпен ішсеңіз толықтайсыз. Жаңағы
просто адамдар келіп қалды да, отказ жайында сынып кеттім дейді, иә. Мен бір Ақтөбеде өте күшті специализированный күшті магазиндерді білемін. Нұрдәулеттің ішінде бар, Люксор деген Ақтөбедегі қыздар болатын болса біледі да. Оның ішінде курткалардың өзі 200-300 мың теңге тұрады, көйлектері 100 мыңның үсті. Ең арзан деген кофтың 38-40 мың теңге тұрады, иә. Ал енді сіз сондай бутик ашып қойдыңыз. Мысалға, мына кофтасы оның ішінде бір 25 мың теңге тұрады, иә. Ең шамаллау деген көйлектер қазір 25 мың теңге тұрады. 8-9 мың теңгеге бір нормальный көйлек таба алмайсың ғой. КТЖ деген Қазақстан темір жолы. Осы солар маған заказ береді в основном. Сосын садик. Садик өте жақсы, менен тональный крем, әтір өте көп алады. Со айтайын дегенім, ананың ішіне кіреміз. Мен қанша өзім шешем, анам сол жерде киінеді, менің қасында тұрам, постоянно анам ақшасы бар кезде барады да, сол жерден жаңағы тойға көйлектер алады, иә. Алады, киеді, ана жерде деген небір түрлі әйелдер киеліп атады, қолтықтың иісі деген, субханаллах, иісі деген енді бүткіл бутикті алып кетеді ғой. Киеді, шешеді, бір қазір соны сатып алатындай 90 мыңның көйлектерін киіп, шешіп жатады да, сосын я подумаю дейді, тастап кетеді. Субханаллах, сіз сондайға сынбайсыз, ана жерде біреу сізге просто келді, не майо жоқ, рахмет деп, әдемі ғып сізге шығарып салады. Сізді боқтап жатырған жоқ, я болмаса бір жаман сөз айтып жатқан жоқ, сізді оңбаған жаңағы бейшарасыз деп айтып жатырған жоқ, е? Почему-то сіз сондайға сынып қаласыз? Субханаллах, если вам отказ, значит, работаете. Қыздар, бала емізетін әйелдерге болады барлығы. Екі қабат әйелдерге бәріне болады. Ғой, неге ол прям дәрі ретінде санайсыздар, мен соны түсінбеймін. Қазақстан темір жолы. Намаз оқитын келіншек иісі тамаша екен деп тоқиды. Алды, иә. Мен мысалға деген жатар алдында мен всегда поз үсті пайдаланамын. Егер де мына жерде ер адамдардың құлақтарын алтын сырға, күйеулеріңіз өздеріңізден суып бара тұрғанын байқасаңыздар, поз үстпен, енді медсамы деп магнетистаны енді алып жатырмын. Айтамын, иісін жаққаннан кейін қандай болатын. Ал позыстың иісі енді керемет. Өйткені ең бірінші келген кезде маған бірінші каталогта, мен 17-ші каталогта жазылдым ғой, бірінші каталогта позыс деген скидка тұрды. Соның иісін барлығын ескеп қарағанда, именно позыс менің жолдасым алып ұнатты, мынаны заказ бер деді. И постоянно қазір мен деген ол жатар алдында позысты сол жолдасым үшін себіп аламын. Өйткені жолдасыңа ұнаудың өзі ол үлкен құлшылыққа жатады, иә? Білеміз. Біреу үшін ұнау емес, өздерің жолдастарың үшін тырысыңдар. Я. Алладан жол көрсет, я Раббым, мені дұрыс жолға сала көр деп, менімен фамилияңыз бірдей екен, Ахметова Эльмира. Сөйтіп сұрайсыз, Аллахтан сұраңыз, барлық нәрсені алушы да беруші де Аллах Тағала. Сізге тура жолды да нәсіп ететін Алла, адастыратын да Алла. Ал адамның организмінде бір кусок ет бар, ол жүрек. Сол жүрек өте әдемі таза болатын болса, қыздар, бұл өмірде барлығы да жақсы болады. Ал егер де сіздің артыңыздан өсіп келе жатырған қызды сіз көре алмайтын болсаңыз, бұл жерде жаңа мен айттым ғой, пустой болып келіңіздер Oriflame компаниясына деп. Неге? Өйткені пустой. Сізде багаж знаний бола тұра, сіз өспейсіз. Неге? Өйткені я все знаю. А я все знаю олар ешқашан өспейді. Қыздар, я ничего не знаю, я буду учиться, и я буду к этому стремиться десеңіз, міндетті түрде өсесіз. Ештеңе білмеудің арқасында, тіпті сізге ұрысып быт-шытыңызды шығарып жатырса, үндемей қалыңыз. Өшіртсаңыз, не істейсіз ол адаммен ұрысып, оның деңгейіне түсіп, керек емес.
Түсінбейтін адам, надан адам ол ешқашан түсінбейді. Оқы дегенді оқымады ма, ол значит өскісі келмейді. Оған сіздің еш жеріңіз қисайып қалмайды ғой. Wellness Pack витамин ішкен келіншектер сәбилі болып жатыр деген отзыв келіп жатыр. Бұл витаминнің қандай пайдасы бар балалы болуға? Өйткені біздің Wellness Pack для женщин болсын, для мужчинның ішінде барлық витаминдер бар. Омега-3 ол восстанавливает, жаңағы фундамент для организма дедік, астаксантин барлық жаңағы шлактарды выводит, а мультиминералы деген жаңағы макро-микроэлементтер, олың ішінде жаңағы фолиевая кислота, железо бәрі бар. Біз білеміз, гинекологқа барған кезде бізге бірінші очередь не назначать етеді? Фолиевая кислота дейді. Не үшін? Енді мына жерде ер азаматтар отыр, ондай нәрсені айтуға болмайды. Жолдасым бір апта болды, Wellness Pack ішіп жатыр, енем омега-3 ішіп жатыр. Молодец. Акваглоды суға езіп ішесіз. Халал сертификаттары бар ғой. Ассалаумалейкум. Ассалам, Малкиева. Болады жүрекке. Қыздар барлығын ішуге болады. Біздің витаминдер ешқандай дәрі емес. Ішіңіздер. Өзіңіздің денсаулықтарыңызды дұрыстаңыздар, жұмыс жасаңыздар. Өздеріңізді аяудан Аллах Тағала сақтасын. Кішкентай сәбилерді, ауырып жүрген сәбилерді аяңыздар, одан да сол үшін жұмыс жасаңыздар. Балаларыңыз бар ма, сол үшін жасаңыздар. Бастапқы келген кезде менде енді жаңағы сәби жоқ қой, маған біртүрлі болады. Балаң үшін жаса дейді. Мен кәдімгідей таңғалатынмын да, қалай ол деп. Қазір енді мен қазір просто өте үлкен тренингте жүрмін. Тренингтерге өте көп қатысамын. Работа над собой өте көп менде. Хондрозға не ішсе дұрыс? Жұмыс жасаңыз. Остеохондроз – это когда вы очень сильно берете много на себя в духовном состоянии. Когда вы хотите все сделать сами, когда все на себя берете, духовно надо чиститься. Бас ауырғанға көмектесе ма коктейльдер? Ақтөбедемін. Қыздар, біздің витаминдер ешқандай ауруды жазбайды. Просто восполняет организм. Когда в организме не хватает витаминов, происходят недуги. Одан да Арифлеймнан алған жақсы. Әрине. Омега-3 мен мультивитамин беріңіз. Бір жаста жеті иммунитеті төмен болса, мультивитамин беріңіз. Қыздар, енді мына жерде деген көп ауру жайында сұрақ қойып кеттіңіздер. Ондай біздің витаминдер еш нәрсені емдемейді. Просто нужно, не надо искать, не надо, жаңағы айтады ғой, лечить свой организм. Ауырмаудың жолын істеңіздер. Одан да протеиновый комплекс айтыңызшы қалай ішкен дұрыс. Мен ішіп көргенім жоқ. 2012 ма 13 жылдары осы Wellness Pack шыққан кезде сол уақытта ғана бір рет тек дәмін көргенмін, коктейльдерді дегустация жасаған кезде. Сонда протеиновыйды ішіп көрдім, суға араластырып, кәдімгідей жай бере салды бізге. Ал мен әлі өзім ішіп көрген жоқпын, сондықтан еш нәрсе айтамын. Аптекадан алмайсыз, Oriflame компаниясынан аласыз. Дәмі онша емес деген, сонымен ішкісі келмейді. Енді сүтпен араластырып ішіп көріңіз, андай жаңағы аз проценттік сүттер болады ғой, соған. Вообще коктейльді блендерға салып, сүт, шамалы су, 1-2 кусочек банан салып, сөйтіп араластырып, блендермен жаңағы не істеп араластырып ішкен күшті қыздар. Құрбыға бүйтіп араластырып ішіп алсаңыз, ол, конечно, дәмсіз болады. Өзіңізді жақсы көресіз ба? Бай болуға шведский компанияға келдіңіздер, Европаға келдіңіздер, иә, қыздар? Давайте хотя бы европейский өмірді өмір сүрейік. Сіз тіпті шалашта тұрыңыз. Сізде тіпті блендер болмасын, бірақ шейкер бар ғой компанияда. Соны вы представляете, как будто вы не шейкером, а блендермен шейкерге салып, жаңағы барлығын блендермен істеп жатырғандай қылып, барлығын сөйтіп салып, өстіп араластырып тұрып, бір как будто вот сондай атмосфераны өзіңізге создавать етсеңіз, как будто сіз уже байсыз, как будто сіз бұл компанияда уже миллион